Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Еркош. Бүгінгі видеода ешқандай да болмыш өмірі болмайды. Енді бүгінгі видеода семьяның балалары арасында мероприятие дуэль ұйымдастыратын боламын. Видеоға лайк басып, обязательно соңына дейін қарап кетіңдер. Егер де менімен бірге ойнағыларың келсе, сендерді Калининград серверіне шақырамын. Серверге кіргеннен кейін /promo деп жазып, менің ERA деген промокодымды жазатын болсаңдар, сендерге үлкен бонустар береді. Короче, достар, жаңа айтқандай мероприятие дуэль ұйымдастырайын деп жатырмын. Міне балдардың бәрін стройға жинап қойдым. Енді мынау семьядағы барлық бала емес, енді көбісі енді нормально атысатындарды қалдырдым. Ал былай көбісі новичок оружие алмайтын, сондықтан олар қатыспай қойсын деп шештім. Короче, осы балдар достар, енді осы балдардың арасында мен бірінші орын, екінші орын, үшінші орынға дуэль істейтін боламын. Енді кім ұтады екен, кімнің жолы болады екен, көреміз. Міне қазір ең бірінші дуэль болатын болады. Елдар Хан и Сергеев Рахим деген екі бала атысатын болады. И қазір оларға разрешение беріп дуэльді бастайтын боламыз. 3-ке дейін санаймын. 1, 2, ал 3. Көреміз қазір. Все, ең бірінші дуэль достар, қазір көреміз кім ұтатынын. Өзіме де қызық болып тұр, кім қалай атысады, соған көреміз достар. Короче, міне мен мобилограф болып жатырмын. Маған оғы тиіп кетті ғой, ё-моё. Жарайды, бәрібір атыса берсін, ё-моё. Елдар, броняң шешіліп жатыр сенің. Рахимге әлі оқ тимеген ғой, ё-моё. Так, көреміз достар, кім ұтады екен енді. Чатты өшіріп тастайын, все. И пока что ешкім ұтып атқан жоқ. Пока Рахимде шанс бар әлі. Так, көреміз достар, енді кім ұтады екен. Достар, мынау Рахим деген бала ұтып жатыр. Елдар деген, мен оған 50 патрон бергем ғой, ол аз патрон алған, и патроны бітіп қалған. Ол менің проблемам емес, өзінің проблемасы. Атыса берсін достар. Болды, короче, Сергеев Рахим ұтты. Ана Елдарды өлтірмей ақ қойық, жарайды, бәрібір. Короче, ұтылды деп санаймыз осы Елдарды. Енді Рахим ең бірінші победитель достар. Көреміз енді алдыда не болатын. Келесі балдар достар, міне Сквизи және Сако Трипсайз деген бала. Енді екеуі атысатын болады. Но менің ойымша мына Сквизи деген айыратын сияқты, ол мықты стрелок біздің фамадағы. Но достар, міне осы бала, короче, осы жерде тұрады. Ұтқандар осы жерге барады, жаңағы баланың қасына. Ал мына жақта дуэль болатын болады. Мына Сако дегенде қатты білмейді екен. Но оларға қазір разрешение беріп жүрейін, 50 патрон жететін шығар. И 2 броня бере салайын. Так, броня береміз. И қазір дуэль болатын болады. Дуэль басталды достар, қазір кім ұтады екен көреміз. Так, атысып жатыр. Ал Сако деген бронясы шешіліп қалды. Сквизиға бір оқ тиді. Все, Сквизи хорош, молодец достар. Осы дуэльде Сквизи ұтып кетті. Ендігі кезек мына Қазақ и Ер Сұлтанов деген бала дуэль болатын болады. Ерасыл сен емес. Мына Ерс деген бала. Қазір көреміз кім ұтады екен. Қазір екеуіне де разрешение беріп жүрейін. И дуэлімізді бастаймыз. Санаймыз ал. 1, 2, 3. Басталды дуэль. Көреміз кім ұтады екен. Ерс және Қазақ дейді. Көреміз. Так, достар, сендерде қарап отырыңдар, дұрыстап кім ұтылды, кім ұтқанын. Бәрін дұрыстап қараңдар, соңында көретін боласыңдар. Кім бірінші орын алды, екінші орын алды, үшінші орын алды. Так, пока Ерс ұтылып жатыр, ё-моё, айналып жатыр ғой. Қазақта вообще бронясы шешілмеген ғой, ё-моё, Қазақ молодец, ұтып кетті бұл дуэльден. Так, енді кім шығады екен? Әділет Какиев және Ерасыл Серікбай деген. Томас бірінші неге тұрып алған, кет орныңа бар. Так, енді Әділет пен Ерасыл Серікбай деген бала шығады. 1, 2 и 3. Все, дуэль басталды достар. Көреміз ал. Кім ұтады екен? Әділет, аты шеш құрсын. Айналып жүрген. Тиіп атқан жоқ пока оғы. Әділеттің бронясы шешілді. Ерасылдікі әлі полностью бронясы бар. Да, көреміз достар. Әділет пока ұтылған сияқты, походу, болды ғой. Әділет ұтылдың ғой. Болды, ұтылды. Походу, хпсы 0 ғой ананың. Болды. Маған тиіп атыр ғой.
Так, болды. Ё-моё! Әділет! Камбэк жасайын деп жатыр ма? Ё-моё, Әділет чуть-чуть қалды ғой саған ұтуға. Ерасыл, повезло саған. Енді кім шығады екен? Все, Ерасыл хорош. Аптечка жеп ал. Болды, енді үйге барып аптечка жеп алады. Енді келесі дуэлімізді бастаймыз. Келесі дуэль достар, Али Легенд және Абош Ханов деген екі бала дуэль басталып кетті уже дуэль. Міне, Али Легенд что-то атпай жатыр, жаңа оружием присела көрінбей жатыр дей ма, бір нәрсе дейді, короче. Кнопка басылмай жатыр деді ма. Ну, көреміз достар, кулакпен ба, ұтша давай. Ё-моё, Абоштың бронясы уже шешіліп қалды, кім шешіп жүрді? Қалай сонда? Абош тигіз алмай жатыр ғой. Али не істеп жатыр? Просто так жүгіріп жүр, ода походу патроны тимейді, андай не ғой, кнопкасы басылмай жатыр походу. Қазір көреміз достар, походу Абош ұтты бұл раундта. Келесі дуэль достар, Көркем деген қыз және Томас деген игрок. Қазір көреміз достар, кім ұтады. Екеуіне де мен броня мен оружие беріп қойдым. Так, Көркем деген қыз енді қатты ат салмайтын шығар, мүмкін, көреміз достар. Ё-моё, екеуінде де ровный хп. Так, екеуі ровный келатыр прям. Көреміз достар. Так, хорош. Томас, хорош. Маған жақындап кетті ғой. Походу Көркем ұтылды. Достар, өкінішке орай ұтылып қалды. Томас жеңіске жетті. Енді ол келесі турға қалды. Екінші тур достар, мінекей осы бала арасында бірінші орын, екінші орын, үшінші орынға таласатын болады. Енді көреміз достар, кім-кімді ұтады. Міне, Томас деген бала жоқ, орындарына тұрып алсын дұрыстап. Содан кейін дуэлімізді бастаймыз. Ерасыл және Сквизи деген бала атсады. Қазір көреміз, дуэль болады. Ерасыл броня алып ал. Все, қазір дуэлімізді бастаймыз. 1, 2, 3 басталды дуэль. Міне, Сквизи Ерасыл. Ерасыл атпай тұрған не? Сквизи ұтып кетті достар, ол келесі полуфиналға өтті, молодец. Енді келесі дуэль. Рахим және Смидің киімін киіп алған анау казах деген бала. Болды, басталды дуэль. Қазір көреміз достар. Мен дейтін мобиларға болып осылай түсіріп тұрам, кім ұтады екен. Қазір пока что екеуінде де бронясы түгел. Оппана, Рахимның бронясы шамалы жартысына шешілді. Рахимда нулевый хп достар. Казахта тоже бір атсаң өліп қалады, казах тоже. Рахим болса гараждан шығып кетті. Қайтадан кірді, болды. Ал қайтадан дуэль бастап кетті. Все, казах ұтты, құттықтаймын, полуфиналға өттің сен. Енді келесі дуэль. Томас және Сабиғат деген екі бала атсады қазір. Все, бастаймыз қазір. 3, все, басталды. Қазір көреміз, кім ұтады бұл дуэльден тоже. Ұтқан адам, короче, полуфиналға өтетін болады. Так. Оппана, Сабиғат хорош. Бронясы шешіліп қалды, хпсы полный пока. Хорош. Енді полуфиналға бұл бала өтіп кетті. Манағы турда мына Абош Ханов деген бала қалып қойды. Ал уже полуфиналда мына 3 бала бар. Ана Абош деген балаға, короче, напарник таба алмай жатыр. Мынаны тұрсынға қарап тұр ғой. Терезеден қарап тұр ғой бізді. Мешайт етпе деп едім. Так, енді мына жақтан кім атсу керек ол баламен? Оған напарник жоқ екен атсуға. Енді мына балдар уже полуфиналға өтіп кетті, ал ол бала өткен жоқ. Жаңағы Абош деген балаға напарник болмағаннан кейін достар, мен оны, короче, неге өткізіп жібердім? Полуфиналға өткізіп жібердім. Короче, көреміз. Абош және казах. Бастаймыз ал. 1, 2, 3 басталды дуэль. Абош Ханов сразу раш етіп жатыр. Абоштың бронясы ортасына қарай сынып қалды. Ортасынан секіріп өтесің ғой, мобилографтың. Абоштың бронясы шешіліп қалды достар. Казах резк өлтіріп тады ғой. Казах молодец, сен финалға өттің, красавчик. Короче достар, жаңаға финалға өткен бала ол дейтін ойыннан шығып кетті, офнуса, короче. И жаңаға ол казахтан ұтылып қалған Абош деген балаға мен 3-ші орын беретін боламын. Енді мына Сабиғат және де Сквизи деген балалар
екі бала екеуі финалда болып жатыр. Яғни міне Абош деген бала, манағы бала ойыннан шығып кеткен болмаса, ё-моё, күшті дуэль болатын еді. Әбөш деген балаға үшінші орын беретін боламын. Оны ұтқан бала ойыннан шығып кеткеннен кейін. Міне бірінші орынға финалға мен міне Сквизи және де Сабиғат шығатын болады. Егер де ұтса бірінші орын, егер де ұтылған адам екінші орын алады. Міне ей, тоқта, не істедің? Ё-моё, мен 3 деп айтпадым ғой. 2 дегенде бастап кеткен несі? Ё-моё, қазір қайтадан болатын болады дуэль. Қайтадан басталайын деп жатыр. 1 2 дегенде бастап кетпеді, анаған айтып жатыр. Екеуінде де броня бар. Бағана броня болған жоқ, өйткені складта броня болмағаннан кейін қазір салдық. 2 и 3 болды, басталды достар дуэль. Сквизи айыртпады ғой. Софт қосқан ба? Чит деймін ғой. Еще бір бронясы шешілмейді ғой. Сквизи хорош. Біздің фамада сонда Сквизи деген бала не істеп тұр ма? Атысып тұр ма? Қатты стрелок болып тұр ғой сонда. Но мені ата алмайды, бірақ көреміз достар. Енді болды достар, міне бірінші орында осы Сквизи деген бала, ал екінші орында жаңағы өліп қалған Сабиғат деген бала алды. Үшінші орында Абошханов. Міне достар, топ 3 бала тұр. Бірінші орын, екінші орын, үшінші орын. Достар, сендерге айтуға ұмытып кетіппін ғой. Приздар беретін боламын. Үшінші орынға қазір мына Абош деген балаға мен 500 000 рублей беремін. Мен оларға өздеріне де айтқан жоқпын, приз берем дедім, бірақ қандай приз беретінді айтқан жоқпын. Қызық болсын деп. Міне 500 000 рублей осы Абош деген балаға бердік. Мінекей, құттықтаймын, Абош, үшінші орын құтты болсын. Енді екінші орын Сабиғат деген балаға береміз. Мен оған скин Эмилия беретін боламын. Кішкентай Эмилия деген атысуға өте ыңғайлы. Сабиғат деген балада жоқ екен, қыздың скинімен жүр ғой. Міне менде 2 Эмилия бар, 1 Эмилияны осы балаға береміз. Құтты болсын. Бұны мен 1 миллионға ма сондай қалдым. Бұны береміз. Міне подтвердить, трейд көріп тұрсыңдар ғой достар. Міне бәрі шынайы. Қасына мінекей Adidas деген панаманы қосып бердім. Тек Эмилия өзі жалғыз берсең ұят болып қалар, сондықтан панаманы да беріп жібердім. Міне реакциясын көріңдер достар. Деп жатыр. Бірінші орын енді мына Сквизи. Так не дейді? Мен енді сатып алайын деп жүрем дейді. Эмилия скинді сатып алғысы келген, мен оған беріп жібердім. Молодец. Екінші орын енді заслужил ғой. Енді бірінші орын не? Сквизиға береміз. Так, авендадырды шығарсам не істеп кетеді, Франкста жүрек достар. Ламборджини шығардым, кеттік дедім. Ламба деймін, қасына отырып алайын деп тұр ғой. Достар, ойнап айтам, бұл ламбаны бермеймін. Жаңа көргенде мен Skyline беретін боламын. Так, ойбай, флейм деппін ғой. Так, гараж деп жазамыз. И Skyline алып қойып едім достар, мен оны 900 000 рублейге Skyline алдым. Спорт прошивка және де донатный страбый. Осыны беретін боламын. И қасына достар, мен Эмилия скинді қосып беремін бірінші орынға. Нормально ғой? Эмилия скин плюс осы Skyline 900 000 алдым бұны. Спорт прошивка және донатный страбый бар. Мен оған 204 000 рублей бердім. Енді 204 000 минимальный ценаға лақтырдым. Қазір қабылдау керек. Айтпақшы, жаңа айтып отыр, Эмилия скин жақсы ғой мынадан қарағанда деп. Эмилия скинді беретінді білмей тұр ғой ол. Құттықтаймын, молодец Сквизи. Қазір номер берейін деп қазір алдаймызда трейд лақтырған кезде оған Эмилия скинді беріп жүретін боламыз. Так, трейд қабылдасын. Все. Так, Эмилия скинді қоямыз. Все, реакциясын көреміз. Ё-моё, оған негізі Эмилия скин берем деп айтқан жоқпын, тек Skyline деп ойлап тұр ғой. Міне Эмилия скинді бердім. Эмоциясын қараңдар. Ё-моё, құтты болсын. Сквизи молодец, бірінші орын стрелоксың ғой, молодец. Skyline және Эмилия құтты болсын.